Нөмірі 401 Toyota Land Cruiser автокөлігінің жүргізушісі алдыңғы терезесін қара пердемен көлеңкелеген. Егде жастағы азамат заңға қайшы әрекет еткенін біле тұрса да, пайдалануға тыйым салынған бұл затты сатуға неге рұқсат етеді деп жол сақшыларының өздеріне сұрақ қоюда. Заң бәріне ортақ, хаттама толтырылып, айыппұл салынды. Не үшін болады деп тұр ғой, бәрі сатып тұр ғой, не үшін сатады оны? Енді сатып тұрса, онда сатпасын. Қара түсті 669 Геленваген автокөлігінің бірде-бір құжаты жоқ. Көлік құралын басқарған бұл жүргізуші емін-еркін қаланың ішінде жүр. Сіз қанша күннен бері көлікті құжатсыз басқарып жүрсіз? Қанша уақыт болды? Қанша уақыт болды жоқ, правома екінші машинаны алып өтпішін. Енді заңға қайшы әрекет екенін біле тұра. Сен жап-жаңа екінші машинаны ауыстырып шығып кетер едім ғой. Тәртіп сақшылар тоқтатпаса, заңға бағынбай кете бермек. Бұл жүргізушіге де тиісті айыппұл салынып, көлік айыптұраққа қамалды. Ал енді мемлекеттік нөмірі 888 Toyota автокөлігінің жүргізушісі қала ішінде қара пердемен алдыңғы терезесін қараңғылап алған. Қасынан өткен жол сақшысының көлігін көрсе де, көрмегенде болып пысқырмады да. Өзімен бірге жүргізуші куәлігі жоқ, және де екі бүйір терезесіне штор тағып алған. Айыппұл екеуіне де қазір базадан тексеріп қорытындысын қараймыз. Егер бұрын бір жылдың ішінде қайталанған болса, айыппұл мөлшері одан да көп болады. Қала ішінде жол қауіпсіздігін сақтау мақсатында рейд шарасы әрі қарай жалғасты. Қоғамдық көлік қызметін атқарып жүрген мемлекеттік нөмірі 943 Газель автокөлігі бірде-бір құжатсыз қаланың ішінде жүр. Онымен қоса көлікке 15-тен де көп адамды топырлатып тиеп алған. Заңға бағынғысы келмеген бұл азамат таныстарына телефон соғып әлек. Құжат жоқ па? Неліктен? Сол атыр. Құжатсыз автокөлік айдауға. Халық тиіп жүр, рұқсат бармасы керек автокөлік айдауға. Жүргізуші көлігін алдыңыз ба? Тақтен да алсаңыз, қасыңыз жолда қалай ба? Қарай, халық салып жүрсіз үшіңізге. Қайқын азамат. Түсіріңіз автокөлікті. Бір емес, екі бірдей заң бұзушылық жасаған жүргізушінің жеке басын анықтайтын құжаты да болмай шықты. Көлік бірден айыптұраққа қамалып, иесіне тиісті хаттама толтырылды. Ал мына қоғамдық көлікті шетел азаматы жүргізіп жүр. Осыдан 4-5 күн бұрын Қарақалпақстан Республикасынан келіп, нәпақа табам деген азаматтың да жеке құжаты қасында болмай шықты. Сіз білесіз ғой, шетел азаматы осында келісім жасауға болмайтынын да? Болмайды деп жасау керек қой, қарындасым. Бала-шаға бағу керек қой. Біз документально 45 жылдан бері машина айдаймыз, құдай қаласа. Шоферсіз ғой? 4 қыз 8 баламыз бар, жасау керек. Мен Қарақалпақстаннан 5 қожа автокөлік айдауға рұқсат бермеген ғой.